salmay сезімге ендім бір түрлі үй алмай қара мектебіңе уақыттың сонша өткеніне балалық сонда шынымен де кеткеніме соңғы қоңырау соңғы бас балалық шақ енді қайта оралмас алдағы өмір қанша қызық болса да сол сәттерде сонша тәтті болмас соңғы қоңырау соңғы бас балалық шақ енді қайта оралмас алдағы өмір қанша қызық болса да сол сәттерде сонша тәтті болмас Қош айтысып балалық шақ өткеніне қимастықпен қарайды мектебіне тұғырдан түлеп ұшқан жас қырандар аттанып барады өмір көктеміне. Ассалаумағалейкум ардақты ата-аналар, аяулы ұстаздар, қымбатты қонақтар, қадірлі жас түлектер. 11 жыл бойы тәрбие мен білім нарын бойына құйып, ұстаздарына ата-анасында еркелеп балалық шағын алаңсыз өткізген жас түлектердің мектебімен әліппеден бастап өмір заңдарына дейін үйреткен ұлағатты ұстаздардың шәкірттермен қоштасу мерекесі, соңғы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл-қыздарымыз, шәкірттеріміз ойы толып, бойы өсіп, Алтын ұя мектебімен бүгін қимай қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Міне тағы бір оқу жылы аяқталып, біздің мектебіміздің 41 түлегі бүгінгі салтанатты жиынды балалықпен, мектеппен қоштасқалы отыр. Бүгінгі соңғы қоңырау салтанаты жоғары руханиятты ұрпақ 3-ші Ренессанс іргетасы ұраны аясында өткізілгелі отыр. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз, баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың ағайын бүгін біразы ұшқалы тұр. Қимастық сезім кернеп жүректерін, болашаққа жалғаған тілектерін, жетекшісі Сабирова Наржан апай шақырайық ағайын қошеметпен 11-ші А сынып түлектерін. Қошемет тұрайық қанеке құрметті ата-аналар, шәкірттер. 11-ші А сыныбы келешек. Шәкірттермен бірге қанеке қошемет тұрар, шапалауырақ қанеке шәкірттер. Қадамдары құтты болсын түлектер. Қошемет болсын қанеке ұстазға және жас түлектер. Қошемет ата-аналар, оқушылар. Anam nanası, tohum taşısı.
sınıfının tüleklerine, жетекшісі Сабирова Наржан Насулаевна, қадамдарыңыз құтты болсын. Көрінген, жүздерінен шуақ нұры төгілген, Донасова Зоқрапайдың сыныбы, қарсалайық 11-ші Б сыныбын көңілбен. Алдарыңызда 11-ші Б сыныбының түлектері. Ата-аналар, шәкірттер қолдай. Жаңа өмірге басқан қадамдарыңыз құтты болсын. Қошемет тамаша. Биіктерге самғасын дейміз. Ұстаздарға да үлкен рахмет білдіреміз. Осындай қанаттарын қатайтып түлектерімізді ұшырғалы отырған. Алдарыңда сан тарау жолдары тұр. Бәрі ертеңгі азаматша болғалы тұр. Үлкен өмірін есігін ашпақ міне келген қауым қол соғып қолда бүгін. Қошемет тұрып қойыңыздар тағы да түлектерімізге. Тарихы тереңдеген көне елде, елге белгі, ерлік, өрлік өнерде. Жаһандағы ең жауынгер халықта кім сенеді, ту болмады дегенге. Мектеп қой, еліміздің жаны қаны, мектептен басталады бәрі. Бүгінгі соңғы қоңырау салтанатында шырқалсын еліміздің әнұраны. Мазмұнымен өрнегі жарасқан тәуелсіз еліміздің қасиетті туы мәңгі биікте желбіресін дей отырып, Өзбекстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру құрметін мектеп бітіруші түлектері, үлгілі оқушыларымыз, күміс медаль иегері Нұрғазиева Мәншік пен халықаралық айлы сертификаттың иегері Искаков Дәулетке тапсырылады. Шәкірттерді ортаға шақырамыз. Ассалам, ана юрт, таулар өлкәсе, тариф, тапсыфыңның йоқны қоясы. Сенге бағышланур, мұқаддас қошық, бұл өзбек елінің өз матқиясы.
kemel bolup her daim әнұранымыз шырқалып, туымыз биікте желбірей берсін дейміз. Сіздердікі мектептің төрі білем, келіп тұр бізге әппақ көңілімен. Сөз кезегін берейін қонақтарға келіп тұрған халық ағарту бөлімінен. Ал енді құрметті ағайын, Өзбекстан Республикасының президентінің арнайы бүгінгі шарамызға құттықтауын оқып естіру үшін мен ортаға Үшқұдық ауданы мектепке дейінгі және мектеп тәлімі бөлімі басшысы Сайфетдинов Севдияр Ярашевичке сөз береміз. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli ota-onalar va bizni mana shunday bir chiroyli bitiruvchilarimiz. Men avvalambor mana shu O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich maktabimiz aynan bitiruvchi o'g'il qizlarimizga tabriklarni o'qib eshittirmoqchiman. Aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar, bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolda yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etayotgan bunyodkorning kuchini ko'ramiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor deganidir. Bugungi bitiruvchi 3-Renessans bunyodkori deganidir. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Mamlakatimizda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum sizlarga zamonaviy bilim va kasb malaka berishga tayyor. Tirishqoq, o'z kuchiga ishongan yoshlarimiz hali maktabni tugatmasdan turib, yurtimizdagi chet eldagi nufuzli oliygohlarga kirishga ulgurdi. Masalan, 171 nafar yoshlarimiz dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilarimiz mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Ana shu farzandlarimni, ularning ota-onalari va ustozlarini bunday yutuqlari bilan chin dildan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, o'zingiz ko'ryapsiz, bugun hayot ham, mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lyapti. Til, kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasini egallash muhim zaruratga aylanmoqda. Mehnat bozori endi avvalo hujjat emas, amaliy bilim va malaka, natija so'rayapti. Bugun qishloqdagi oddiy maktab bitiruvchisi ertaga dunyo tan oladigan olim bo'lmoqda. Bugun oldiga katta maqsadlar qo'ygan, intiluvchan, izlanuvchan yoshlarimiz ertaga millionlab insonlarga xizmat qiladigan texnologiyalarni yaratadi. Bugun kitob o'qiyotgan har bir qizaloq ertaga mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadigan farzandlarni tarbiyalaydi. Shu bois har biringiz kamida bittadan xorijiy til va zamonaviy kasbni egallashga harakat qiling. Bu kelajakka ochilgan eshik siz uchun qo'shimcha imkoniyat va rag'batdir. Tadbirkor bo'lishni istaydigan yoshlarimiz uchun banklar joriy yil 25 trillion so'm arzon kreditlar taklif etmoqda. Startup loyihalarini boshlagan bitiruvchilarga esa 100 million dollar mablag' tayyorlab qo'yganmiz. Eng yirik kompaniyalari har yili kamida 50 ming bitiruvchini sun'iy intellekt bo'yicha o'qitib, yuqori daromadli ishga joylashtirishga tayyor. Kelgusi yillarda 168 ming gektar super intensiv sanoatlashgan bog'lar tashkil qilamiz. Mazkur loyihalarda qatnashmoqchi bo'lgan bolalarimni men doim qo'llab-quvvatlayman. Mana shu yangi sohalarda sizlar albatta o'z kasbingizning haqiqiy egasi bo'lasiz. Qadrli farzandlarim, bugungi tez o'zgarayotgan davrda hayotga uning keskin talablariga tayyor bo'lish bu eng muhim vazifa. Ushbu yo'lda sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. Chunki kitob nur, ilm va ibrat manbaidir. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Kuchli iroda, keng dunyoqarashga ega bo'ladi. Bugungi hayotimizda sizlar uchun o'rnak bo'ladigan yutuqlarimiz, yosh qahramonlarimiz ko'p. 4-5 yil oldin maktabni tugatgan Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Abduqodir Husanov kabi mashhur sportchilarimiz shaxmat va futbol olamida butun dunyoga
qoyil qoldirmoqda. Yosh kino ijodkorlarimiz suratga olgan qisqa metrajli film Cannes xalqaro kinofestivali doirasida inklyuziv filmlar festivalida Grand Prix mukofotini olishga sazovor bo'ldi. Kuni kecha futbol bo'yicha milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga katta tantana bilan kuzatdik. Barchamizga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydigan bunday yutuqlar ilgari tariximizda hech qachon bo'lmagan. Ko'ryapsizlarmi, chin dildan intilsa, harakat qilsa, yangi O'zbekiston yoshlari qanday buyuk marralarni zabt etishga qodir. Men ishonaman, sizlarning orangizda ham ana shunday millat qahramonlari, yangi O'zbekiston iftixorlari yetishib chiqadi. Bu dunyoda har bir oyni inson ota-onasi, ustozlari va el yurti ishonchini oqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaf aslida. Shu bugun maktabni tugatdingiz, lekin katta hayot maktabi endi boshlanmoqda. Men sizlarga ana shunday tengsiz baxt, yuksak saodat egasi bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizda katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmang. O'zingizga ishonib hamisha olg'a boring. Doimo o'zgarishlar, islohotlar ruhi bilan yashaydigan avlod bo'ling. Shu yo'ldagi ilk qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lsin. Barchangizga baxt va omad hamisha yor bo'lsin, aziz farzandlarim. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Ulkan rahmat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga de ulkan rahmat. Осындай бүгінгі жас өскелең ұрпаққа арнайы шынайы құттықтауын жеткізген үшін қошемет ұрып қояйық. Өмірде өлшенбейтін іс, балаға берген білімің, мейірімің, қамқор пейілің. Ол болашақ. Болашақтың бір жарған сабағына құйған білімнәрің мәңгілік. Осынау мәңгілік борышты ауырсынбай, аянбай, өзімнің адамгершілік парызым деп, қала берді аналық қамқорлығым деп түсінген барша мектебіміздегі алтын жүректі ұстаздарымыздың атынан, жалпы мектеп ұжымы атынан бүгінгі жас түлектерімізге арнайы құттықтау үшін сөзді марапаттау үшін мектеп директоры Серікбаева Ханбибі Парахат қызына береміз. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар. Бүгінгі соңғы қоңырау салтанатты жиын қатысушылары, ата-аналар және білім ордасынан ұшқалы тұрған құрметті шәкірттер. Баршаңызды бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қымбатты менің оқушыларым, бүгін міне қимастық сезіммен оқу жылын аяқтап, ұлы өмірге аттанып жатырсыңдар. Сендерге айтар менің ақ тілегім, қайда жүрсеңдер де, қайда болсаңдар да, білім мен өнерді қоса меңгерген мектептеріңді, сендерге 11 жыл талмай шаршамай білім берген ұлағатты ұстаздарыңды ұмытпаңдар. Жаңа өмір, жаңа қоғамның бір-бір мүшесі болып, Алла ақ жолдарыңды берсін. Бүгін күмбірлеген күміс қоңыраудың үнін ең соңғы рет естіп, биік-биік белестерге, асқар асуларға жол аласыңдар. Қанаттарың талмасын, өрендерім. Біз де сендерге бауыр басып қимай қоштасқалы отырмыз. Өмір мектебінде де шыдамды, сабырлы, қабілетті болғайсыңдар. Осы сәтті пайдалана отырып, сендерге жан-жақты қолдау көрсетіп отырған ата-аналарыңа, білім нәрімен сусындатқан ұстаздарыңа үлкен рахметімді айтамын. 2025-2026 оқу жылы мектебіміз ішінде табысты жыл болды. Бір қанша шәкірттеріміз білім мен өнер, спорт бәйгелерінде зор жетістіктерге жетті. Оқушыларымыз түрлі пән олимпиадаларына қатысып, жүлделі орындарды иеледі. Солардың қатарында атап айтсақ, қазақ тілі және өзбек тілі пәндері бойынша жоғары жетістіктері бар төмендегі оқушылар мен олардың ұстаздарына арнайы атап өткім келеді. Көздібаева Арай, 11-ші Б сынып оқушысы, тәлімгері Арстанова Рита Керуенбаевнаға. Берікболова Аякөз, 10-ші Б сынып оқушысы, тәлімгері Жүнісіп Алмат Опабекұлына. Сынасатбаева Аружан, 10-ші Б сынып оқушысы, тәлімгері Жүнісіп Алмат Опабекұлына. Қалжанова Айгерім, 10-шы А сынып оқушысы, тәлімгері Абдиева Гүлзифа Қалмырзағызына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Және де оқушыларымыздың арасында 13 оқушы ағылшын тілі, өзбек тілі және тарих пәндері бойынша сертификаттарға ие болды. Абдуалиева Айжан Атамратовна, 11-ші сынып,
Бақытбекова Алтынай Бақытбековна 11 сынып, Көздібаева Арай Айбековна 11 сынып, Искаков Дәулет Атажанович 11 сынып, Нұрлыбаев Бибарыс Қазбекович 10 сынып, Қалжанова Айгерім Артықбаевна 10 сынып, Ералиев Нұрасыл Манасбекович 11 сынып, Орақбаева Гүлжайна Абиевна 10 сынып, Серғазиев Мейірбек Майрамбекович 11 сынып, Мектепбаева Аружан Бірлікхановна 8 сынып, Жанахметова Ұлжанай Сейілжановна 9 сынып, Жұмамұратова Асима Мақсатовна 11 сынып, Якудаева Эланора Жақсыбаевна 11 сынып. 2025-2026 оқу жылында жалпы 41 оқушы алтын ұядан ұшқалы тұрса, соның 3-і алтын медалменен, 1-і күміс медалменен бітіргелі отыр. Көздібаева Арай, Абдуалиева Айжан, Амангелдиева Айнұр, Нұрғазиева Мәншік оқушыларымыз. Ал 9 сынып бітірушілерінен 2 оқушы үздік аттестатқа ие болып отыр. Олар Жанахметова Ұлжанай менен Али Мусаев Арун. Сонымен бірге мектеп тәлімі тізімінде ұйымдастырылған барша сайыс шараларда шәкірттеріміздің жетістіктері орасан зор. Жасыл шырақ сайысының аудандық басқышында 2-ші орынды мектебіміз иеледі. Тұран мектеп театры сайысында 2-ші орынды, өнерлі ансамбль сайысында 2-ші орынды иеледі. Кеше ғана ауданымызда өткен Қызылқұм жастар кубогы КВН ойындарында мектебіміздің 5 саусақ командасы 2-ші орынды иеліп, арнайы диплом, статуэткалармен, ақшалай сыйлықтармен және мектебіміздің игілігі үшін арнайы музыкалық колонка сыйлықтарымен марапатталып келді. Өнерлі шәкірттерді іздеп тауып, басын құрап дайындаған Ахметов Қайрат ағайға және Серікбаев Бақытжан ағайларға мектебіміздің абыройын асқақтатқан жайдарманшы шәкірттерімізге үлкен алғысымды білдіремін. Және де спорт бойынша жүлделі орындарды иелеген оқушыларымыз Алдамұратов Артур, бокс спорты бойынша, қол жәңгі спорты бойынша Абдуллаев Ернар, стол теннисі бойынша Манатов Русландар зор жеңістер сыйлады. Үшқұдық аудан әкімі олимпиадасы спорт сайысында мектебіміздің 18 оқушысы 2-3 орындарды иеледі. Қыздар ортасында футбол спорты бойынша Вәзір кубогы сайысында ауданда жүлделі 1-ші орын, футболымыз келешегі сенің қолыңда атты ұл балдар ортасында өткізілген футбол сайысында ауданда 1-ші орын, облыста 2-ші орынды иеледі. Оқушыларымыз. Бұл ішінде дене шынықтыру пәнінің ұстаздары Ачилов Шухрат, Шукуров Фарид, Руслан ағайларға, Бозаев Руслан ағайларға алғысымды білдіремін. Мектебіміздің негізгі жетістіктері ұстаздардың білім мен білігі еселі еңбегінің, шәкірттеріміздің талпыныстарының арқасы деп білемін. Оқытушылар сапалы білім беріп, шәкірттерімізге әрдайым бағыт-бағдар көрсетіп, талмай, шаршамай еңбек етіп келеді. Қорта келгенде мектеп жеңісі барша ұстаздар мен оқушылардың еңбегінің жоғары нәтижесі. Келешекте де мектебіміздің және де биіктерді бағындыратынына сенімдімін. Я шәкірттерім, өмірдің ажарлы да базарлы күндері әлі алда. Көрер қызықтарың көп болсын, алдағы уақытта да жоғары оқу орындарына түсіп, біздерді жетістіктеріңмен қуантып жүре беріңдер. Мектеп бітіру кештерің құтты болсын. Мен сендерді жақсы көремін. Құрметті түлектерім. Рахмет. Және де дәл осы сәтте Ханбибі Парағатқызы бүгінгі мектебіміздің түлектерін арнайы марапаттайды. Және де сонымен бірге ордаға мектебіміз кәсіподақ ұйымының төрайымы Құлшанова Раунафай шақырайын, арнайы сыйлықтар бар. Бүгінгі шәкірттерімізге деген арнайы мадақтама, ата-аналарымызға деген арнайы алғыс хаттары. Сынып жетекшілерді ордаға шақырайын, келіңіздер. Алғыс хат. Құрметті Сабирова Наржан Насулаевна, сізге 11-ші сыныпты табысты аяқтап, оқушыларымызға білім мен тәрбие берудегі ерен еңбегіңіз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Сіз шәкірттеріңізге жол көрсетіп, олардың армандарына қанат бітірген ұлағатты ұстаз, мейірімді жетекшісіз. Оқушылармен жүргеніңіз, тынымсыз жұмысыңыз, төзімділігіңіз бен қамқорлығыңыз олардың өмір жолында жарқын із қалдыратынына сенімдіміз. Сізге зор денсаулық, отбасылық амандық, шығармашылық табыс және толағай жетістіктер тілейміз. Еңбегіңіз ешқашан еленбей қалмасын. Сізге алғысымыз шексіз. Дәл осындай алғыс хатты Донасова Зухра Алимуса қызына табыстаймыз. Жаңа қымбат сыйлықтармен марапатталасыздар. Құрметті
Астанова Рита Керуенбайқызы, сіз білім мен тәрбиені ұштастыра отырып, жас ұрпаққа қазақ тілі мен әдебиетінің құдіретін ұғындырып, жүрген білікті де білікті педагогсыз. Шәкірттеріңізбен олимпиадаларына дайындап, олардың жеңіске жетуіне зор үлес қосқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздің еңбегіңіз жас буынның рухани дамуына, ана тіліміздің қадір-қасиетінің артуына қосылған елеулі үлес. Шығармашылық табыстар, қажырлы еңбегіңізге толағай табыс пен шәкірттік алғыс тілейміз. Еңбегіңіз елене берсін. Дәл осындай алғыс хатпен марапатталады Абдиева Гүлзипа Қалмырзақызы. Ортаға келсеңіз. Және де Жүнісов Алмат Опабекұлы. Жоғарыда айтылып өткен мектептің жетістіктеріне Ахметов Қайрат Пердебекұлы дәл осындай алғыс хатпенен марапатталады. Очилов Шухрат Шарафаддинович. Жүнісов Алмат ағай. Очилов Шухрат ағай. Ахметов Қайрат ағай. Ахметов Қайрат ағай. Бір. 9-шы жалпы білім беретін мектеп мадақтама жас талант ән үйірмесі Абдикадиров Елдос үйірме жұмысына жыл бойы белсенді қатысып, өз таланты мен шығармашылығын дамытуға ұмтылғаны, еңбекқорлығы, жауапкершілігі және өнерге деген қызығушылығы үшін марапатталады. Әжібергенова Кенжегүл Молдашевнаға сізге бала тәрбиесі мен білім алу жолындағы белсенді қолдауыңыз, мектеп өміріне атсалысуыңыз және өзара ынтымақтастығыңыз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Испантаева Агнет. Әлімбетов Тұрмағанбет ағай тап осындай үлгідегі алғыс хатпенен марапатталады. 11-ші асынып оқушысы Рахманқұлов Бегарыс, перзенті Рахманқұлов Бегарыстан мектеп әкімшілігі тарапынан алғыс хатпен марапатталады. Құлжанов Майрамбек Серғазиевич тап осындай алғыс хатпенен марапатталады. Перзенті Серғазиев Мейірбекте тап осындай алғыс хатпен марапатталады. Умаров Жандос Сүйінович мектеп әкімшілігі тарапынан алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Сүйінова Аружан тап осындай алғыс хатпен марапатталады. Мырзабаев Манарбек Амирханович тап осындай үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Әмірханов Нұрбек те тап осындай мақтау жарлығыменен марапатталады. Мұратбаева Лиза Жақсановна тап осы үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті
Жұбанышев Серік тап осы үлгідегі мақтау жарлығыменен марапатталады. Алимова Баян Салханбековна тап осы үлгідегі алғыс хатпенен марапатталады. Перзенті Мырзабеков Нұрлан тап осы үлгідегі мақтау жарлығыменен марапатталады. Көпешева Гүлжахан Әзірбаевна тап осы үлгідегі алғыс хатпенен марапатталады. Перзенті Бақытбекова Алтынай тап осы үлгідегі мақтау жарлығыменен марапатталады. Ибраимова Бекзат Құлмахамбетовна тап осы үлгідегі мақтау алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Қайырбекова Райхан тап осы үлгідегі мақтау жарлығыменен марапатталады. Бақыт Нұрлан Нұрғазиевич тап осы үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Нұрғазиева Маншық тап осы үлгідегі мақтау жарлығыменен марапатталады. Дүйсенбаев Абылайхан Нұрлыбаевич, Тышқанбаев Нұрлыбай Ата және Нұрлыбаев Арсен тап осы үлгідегі мақтау жарлығымен марапатталады. Қамратова Света Аятбергеновна тап осы үлгідегі мақтау жарлығымен марапатталады. Апызова Жаннұр тап осы үлгідегі мақтау жарлығымен марапатталады. Қайыпова Меруерт Манатовна тап осы үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Қайыпов Мирас тап осы үлгідегі мақтау жарлығымен марапатталады. Абдиев Нұржан Баймырзаевич тап осы үлгідегі алғыс хатпенен марапатталады. Перзенті Баймырзаева Ақбота тап осы үлгідегі мақтау жарлығымен марапатталады. Істелеуов Мади Қаржауович тап осы үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Қаржауов Мирас тап осы үлгідегі мақтау қағазымен марапатталады. Құлбаев Қалмұрат Тоймұратович тап осы үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Тоймұратов Ринат тап осы үлгідегі мақтау жарлығыменен марапатталады. Ибрагимова Камила Кәрімбековна тап осы үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Нұрымханов Бали тап осы үлгідегі мақтау жарлығымен марапатталады. Балтабаев Ғалымжан Еркешевич тап осы үлгідегі алғыс хатпен марапатталады. Перзенті Еркешев Асқат тап осы үлгідегі мақтау жарлығымен марапатталады.
11 А сыныбының мадақтау кезегіне береміз. Амангелдиева Айнұр Ғабитовна оқу жылы бойы білімге деген құштарлығы, тәртіптілігі, үлгілі мінез құлқы үшін марапатталады. Сенің жетістіктерің болашақтағы үлкен табыстарыңның бастауы. Алдағы уақытта да биік белестерді бағындыра беруіңе тілектеспін. Құрметті ата-ана, ата-анаға алғыс хат. Сізге бала тәрбиесі мен білім алу жолындағы белсенді қолдауыңыз, мектеп өміріне атсалысуыңыз және өзара ынтымақтастығыңыз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Ембергенова Ғабит. Табысы үлгідегі мақтау қағазы Якудаева Элеонора Жақсыбаевнаға. Ата-анаға алғыс хат Якудайұлы Жақсыбай ағайға. Табысы үлгідегі мақтау қағазы Парахатов Жаслан Нұркеновичке және ата-ана Парахатұлы Нұркен ағайға. Перзенті Ералиев Нұрасыл Манасбекович табысы үлгідегі мақтау қағазы менен ата-ана алғыс хатпен марапатталады. Нұрымова Бақтыгүл. Ата-анаға алғыс хат Нұрымова Бақтыгүл және перзенті Махрубаев Ернұр Абдымұрадович марапатталады. Баян Тұрмахамбетовна, перзенті Икрамова Ина Бавыровна марапатталады. Құрметті ата-ана Қуанышева Гүлайна, перзенті Шербаев Азамат Нағашыбаевич марапатталады. Перзенті Омарова Жамбола Ахадиловна марапатталады. Құрметті ата-ана Дүйсебаева Тұрсынай, перзенті Абдыкадиров Елдос Абдирович марапатталады. Сәрсенбаева Нағима, перзенті Бақтыбаева Сымбат. Құрметті ата-ана, Бахатова Рано Асановна, перзенті Абдыбаева Париза Майрамбековна марапатталады. Құрметті ата-ана Пайдалиева Лаура, перзенті Кенжебаев Нұржан марапатталады. Құрметті ата-ана Нұрғалиев Рабат, перзенті Сейтқазиева Аяжан марапатталады.
Құрметті ата-ана Құлабасова Сандуғаш, перзенті Нұрмахамбетова Малика марапатталады. Құрметті ата-ана Күзембаева Парида және перзенті Нұрмахамбетова Малика марапатталады. Құрметті ата-ана Құлабасова Сандуғаш, перзенті Жалғасбаев Ернұр марапатталады. Құрметті ата-ана Қаппарова Рахила және перзенті Искаков Дәулет марапатталады. Құрметті ата-ана Сақиева Гүлбану Бұхарбаевна, перзенті Абаев Артур Алимович марапатталады. Құрметті ата-ана Такиева Алисия, перзенті Айтуаров Даниэл марапатталады. Сагынбаевна, перзенті Бердібекова Гүлмира Бердібековна марапатталады. Құрметті ата-ана Ермекбаева Камшат Қаржауовна, перзенті Асқарбаев Мейірбек Жанбекович марапатталады. Құрметті ата-ана Тұлжанова Алия, перзенті Көздібаева Арай марапатталады. Перзенті Абдуалиба Айжан марапатталады. Шамбратова Асима. Құрметті ата-ана Ескендерова Гүлжазира марапатталады. Aydalanalım. Кеше ғана күні кеше өткізілген квен ойындарында екінші дәрежелі дипломменен мектебіміздің оқушылары марапатталады және қымбат баға сыйлықтарменен. Учқұдық тұманы 9-шы санлы мактабының 11-ші сынып оқушысы Батан Таянчы балалар ба өсмірлер қарби Батанпарварлық қаракаты отряды азасы Қаржауов Мирас Мадиевич тәртібі интизамлы, yüksek білімлі, ала бақаларға оқығаны, атанасыға аббалап, атаныға садақаттылан қызмат қылышта, қамда қаракат пауалятыда пауал іштирак үшін, қамда қарби спорт мұсабақаларында пауал іштирак етканлігі үшін, ва намуналы құлқы білан өз теңдашларға орнақ болғанлігі үшін, Учқұдық тұман мұдафашлары бөлімі башлығы таманыдан ұшпу пахри ярлық план тақтирланады. Баймырзаева Ақбота Нұржановна Табос өлкөдегі пахри мақтау қағазыменен марапатталады. Жалғасбаев Ернұр Ертаевич Табос өлкөдегі мақтау қағазыменен марапатталады. Парахатов Жаслан Нұркенович Табос өлкөдегі мақтау
Hurmatli Serpayeva Hamiba Faraqatovna, yangi O'zbekistonda eng muhim soha ta'lim, eng hurmatli insonlar o'qituvchi va murabbiylardir degan Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirzayevning fikrlari sizning faoliyatingizda va o'z aksini topmoqda. Sizning rahbaringiz ostida yoshlar qalbida vatanga muhabbat, milliy g'urur va yuksak ma'naviyat tuyg'ularini mustahkamlanib bormoqda. 2025-2026 o'quv yilida faoliyatingiz erishgan yutuqlaringiz, samarali mehnatingiz, ta'lim rivojiga qo'shgan hissangiz munosabati bilan Uchquduq tuman mudofaa ishlari bo'lim boshlig'i tomonidan ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Бәрекелді қошемет ұрып қояйық ұстаздарымызға және ата-аналарымызға, сонымен бірге жас түлектерімізге. Салтанатты шарамызға арнайы келген екінші санды техникумнан келген қадірлі қонағымыз Бабакулова Азода Сейінқұловаға сөз береміз. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, muhtaram ota-onalar, aziz bitiruvchilar. Avvalo barchangizni 25-may so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugungi kun yillar davomida olingan bilimlar, unutilmas xotiralar hamda ustozlar tomonidan mujassam etilgan bilimlar jam bo'lgan kun hisoblanadi. Aziz 9-sinf, 11-sinf bitiruvchilari, sizlar bugun hayotning eng muhim bosqichini yakunlab, katta qadam orzular sari mustaqil qadamlaringizni qo'ymoqdasiz. Oldingizda turgan yangi hayot yo'lida sizlarga ulkan zafarlar, omad, mustahkam iroda va yuksak marralar tilayman. Har biringiz tanlangan yo'lingizdan muvaffaqiyat qozonib, ota-onangiz, ustozlaringiz hamda vatanimiz faxriga aylanishingizga ishonaman. 9-sonli umumta'lim maktabi bilan 2-son texnikumi o'rtasida hamkorlik yildan yilga yanada ham mustahkamlanib bormoqda. Maktabingizning avvalgi bitiruvchilari bugungi kunda texnikumizdan turli yo'nalishlarda tahsil olib, kasb hunarga egallab kelmoqda. Bu esa ustozlarning fidokorona mehnati, ota-onalarning ishonchi hamda yoshlarning bilimga bo'lgan intilishning yorqin samarasi hisoblanadi. Mana shu munosabat bilan texnikumda tashakkurnomasini 9-maktab ma'muriyatiga topshirishimga ruxsat berishingizni so'rayman. Mamlakatimizda turli ta'lim tizimini rivojlantirish, yoshlarni zamonaviy bilim va kasb hunariga yo'naltirish, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirish, shuningdek ta'lim muassasalari va texnikum o'rtasida samarali hamkorligingiz, fidoyiligingiz hamda davlat va jamiyat taraqqiyotiga kuch etayotgan munosib hissangiz uchun 9-sonli maktab ma'muriyati tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Бірлік деген даналар мен кемеңгер, бір-біріңді әр қашанда елеңдер, түрлі асу жолдарында тағдырдың бір-біріңе сүйеу болып демеңдер. Кезекті бүгінгі жас түлектеріміздің соңынан ерген сіңлілері, білдіршіндеріміз 4-ші сыныптың білдіршіндерінің керемет ұлттық патриоттық рухтағы бейне береміз. Болмас, асылуда мін болмас, һәм қарындас, һәм жолдас, жолдас болмай жол болмас, көп жиылмай қол болмас. Тауға біткен қарғылдас. Алап отырым мен болам, жанымен қорған, нарқастан да мен болам, жазылатын ол кескен, алдаспаным мен болам, қалимысың сен мені. Шеріктесің болмас, қасылуда мін болмас, һәм қарындас, һәм жолдас, жолдас болмай жол болмас.
Бәрекелді. Осы сөздерде қаншама ұлылық пен жылулық жатыр. Сөз маржан терген ақын жазушыда, сонымен бірге көк күмбезіне самғаған ғарышкерде, барлық кәсіп иелері ұстаз алдында иеліп тағзым ететіні рас. Өз уақытын аямаған, шәкіртінің уақытын аялаған ұстаздарға, білім мен өнердің, тәлім мен тәрбиенің ошағы болған аяулы мектебіне 11-ші А сыныбының түлектері қоштасу әнін жолдайды. Мен ортаға 11-ші А сыныбының бітірушілерін шақырамын. Кәлігі шәкірттер алдыға қадам басып ортаға шығып, сіздердің қоштасу әндеріңізді естуге дайынбыз. Бәрекелді 11-ші А сыныбының түлектеріне туғыл шапалақ болсын. Ал енді 11-ші сынып бітірушілерінің алтын ұясымен ұстаздарына деген ақ тілектерін естісек, сонымен бірге бүгінгі қос сыныптың алғашқы ұстаздары Тоқтамұратова Айгүл апай мен Сатимова Гүлнұр апайды, және де талай жыл тәлім берген ұлағатты ұстаздары Арстанова Рита апайларымызды шақырайық. Кәдеке
Шәкірттеріміздің құттықтау үшін ортаға шақырайық. Тесті оқушыларымызды және алғашқы ұстаздары Гүлнұр апайды, Айгүл апайды, пән оқытушысы болған Рита апайымыз келіңіздер. Шәкірттерімізден бұрын алдымен ұлағатты жандар, естуге дайынбыз. Құрметті менің кішкентай шәкірттерім, осы 2 сыныпты 5-ші класстан бастап қазақ әдебиеті пәнінен сабақ беріп келген едім. Мінекей бүгін олардың ер жетіп, саналы азамат болып, өмірге үлкен қадам басқандарын көріп, төбем көкке жеткендей болып отыр. Небір жетістіктерді, небір мектептегі үлгілі сайыстарға қатынасып, мектептің абыройын асқақтатқан ұлағатты ұстаздардың еңбегін көрсеткен менің асыл шәкірттерім. Біріншіден мен осы асыл шәкірттердің ата-аналарына рахметімді айтам. Себебі бала отбасында не көрсе, соны мектепке келіп жасайды. Әр сабақ сайын мен оны айтып отырамын. Не деймін, жас түлектерім, сонымен бірге бітіруші менің алтын балдарым, сендерге тілегім шексіз. Тек қанаттарың талмасын, не арман етсеңдер, армандарына жетіңдер. Ең бірінші дендерің сау болсын, ата-аналарының асқақ армандарын орындауға, басқан қадамдарың құтты да сәтті болсын. Құрметті бүгінгі менің кеше ғана келген бүлдіршін болып келген шәкірттерім бүгін мектеппен қоштасқалы отыр екен. Бұларға тілегім аңсаған армандарыңа еш кедергісіз жетіп, ата-аналарыңды, ұстаздарыңды ұялтпаңдар деймін. Ақ жол биік белестерден көрініп, қуанышты күндеріңді көру ұстаздарыңа, ата-аналарыңа нәсіп етсін. Ақ жол тілеймін сендерге. Құрметті кішкентай балапандарым десем де болады. Бүгін мінекей кеше ғана кішкентай балапан болып мектепке тарыдай болып келіп, міне бүгін таудай болып шыққалы отырсыңдар. Алдағы өмірде сендерге текке сәттілік тілеймін. Әрдайым биіктерден көрініп, ата-аналарыңды және де ұстаздарыңды ұмытпай, мектепті әрине ұмытпай, еске алып, келіп тұрып жүре беріңдер. Сәттілік тілеймін сендерге. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар. Соңғы күн, соңғы сәттер, соңғы уақыттар, соңғы кеш. Кеше ғана мектеп табалдырығына тай-тай басып келген балапандар бүгін міне алдарыңызда мектепті бітіргелі отыр. Әуелі біздерге 11 жыл өтпестей көрінген уақыттарымыз жарықтың жылдамдығынан да тез екен. Міне алдарыңызда тұрған 11-ші сынып, енді болашаққа қадам қойып жатыр. Әуелі осындай ортаны бірінші қосып берген біздерге ата-анамызға үлкен алғысымды айтамын. Және біздерді ешкімнен кем қылмай, білімдерімен сусындатқан үшін ұстаздарға мың алғыс. Бүгін жүрекке қуаныш, бүгін жүрекке сағыныш ұялтып, жүрекке үміт ысыдыратын ерекше күн. Кеше ғана арманы асқақ бүлдіршін едік. Бүгін міне сол арманға бір қадам жақындап, үлкен өмірдің табалдырығында тұрмыз. Мектеп бізге жай ғана білім алуды үйреткен жоқ. Мектеп бізге қиын сәтте мойымай алға жылжуды, өз болашағымызды таңдап, дұрыс жолды таңдауды үйретті. Осы жолда бізге дұрыс бағыт бағдар берген мектептегі мұғалімдерімізге алғысымыз шексіз. Және де ол кісілердің берген сарқылмастай білімін болашақта жетістікке жететінімізге сенеміз. Мінекей кез келді қоштасар мектеппен. Өмірдің жаңа беттерін ашуға, жаңа таныстар, жаңа орта, жаңа өмір, жаңа өңірге қадам басқалы тұрмыз. Кезінде осы мектепте
қашан бітеді екен деп жүрген бала еді. Дәл қазіргі уақытта қимай тұрмыз. Ал енді алтыннан ардақты ұстаздар, ата-аналар, еркелігімізді көтеріп, қателігімізді кешіргендеріңіз үшін рахмет. Өмірдің асау толқындарына қарсы тұруды, оңды солды танытқандарыңыз үшін басымызды иіп тұрып рахмет айтамыз. Армысыздар, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар және оқушылар. Ең бірінші айтқым келетіні, ол өзімнің асыл мекенім мектебіме рахмет айтқым келеді. Адам жанның бағбаны асыл ұстаздарыма да үлкен рахмет айтқым келеді. Біздің болашағымыз үшін, біздің біліміміз үшін адал қызмет еткен алтын ұстаздарым үшін ұстаздарыма да рахмет айтқым келеді. Бүгін енді күміс қоңыраудың шалу соңғы күні болғаннан кейін қобалжып толқып тұрмын. Айтқым келетіні, мектептегі барлық ұстаздарға алғысым шексіз, сіздерді құрметтейміз, сіздерді жақсы көреміз. Асыл алтын мекенім мектебім, саған қош бол деймін. Ардақты ұстаздарым, сендерге де қош бол деймін. Құрметті түлектер, сендерге сәтті сапар тілеймін. Құрметті ұстаздар, мектебім, өздеріңізге үлкен рахмет. Бірінші алғыс сіздерге. Осы кезге дейін білім берген, өздеріңізге білім нұрымен сусындатқан өздеріңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Ұстаздарымыз, екінші орында ата-анамыз, ешкімнен кем қылмай, барлық жағдайымызды жасап, осы күнге міне осылай тұруымызға бір себебін қосқан ата-анамызға үлкен рахмет. Және бүгінгі сыныптастарыма үлкен қанаттарын жайып, енді кеңінен ұшатын уақыттарың келді. Алдағы ұбытыларыңа, алдағы экзамендеріңе барлығыңа сәттілік. Енді бұлай бірге бас қосып бір сыныпта отырмаймыз. Сәл толқып тұрмын. Қашан бітеді деген 11 жылымыз да бітіп қолды. Барлығының жолың ашық болсын. Ешқашан бір-бірімізді ұмытпай, сыйластығымыз әрқашан да артып, осылай жүре берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен ата-аналар. Бүгінгі осы 25 май өздеріңіз балаларыңыздың соңғы кешіне келіп отырғандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Яғни осы мектепте біз 11 жыл тәрбие алдық десек те болады. Бұл мектеп біздің өзіміздің үйіміз, кәдімгі үйіміз секілді болып кеткен. Білім беріп баптаған әр баласын мектебімді қимай тұрмын шарасыз. Тек мұғалім емес бізге бас болған, мектептегі барлық жанға бас ұрам. Аяққа қараймыз көзім ұялап, шағында өстік қанша ұялап. Мектебімде ұстазыма баршаңа бас иемін, құрмет тұтып аялап. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар. Бүгін мінекей біздің осы алтын ұямыздан ұшып баратқан күніміз, және де осы бір үлкен бір болашаққа қадам тастаған күніміз. Барлығына қосыламын. Барлықтарың жолдарың ақ болсын. Ешқашан мойымаңдар, сынбаңдар. Бұл өмір сондай сыналудан тұрады демекші. Алдағы экзамен, енді ұбытыларыңа сәттілік, баршаларыңа күш қуат берсін. Барлықтарың ұстаздарымызға мың алғыс. Бізді ұстаздарымызға мың алғыс. Тәлімдеріңізді бергеніңізге бас иеміз. Мынау тұрған түлектер,
жақсы азамат деген ат алсын. Үлкендерден осындағы бат алсын. Алла қаласа сәттілік серіктерің болып, жақын күнде студент атансын дейміз. Бәрекелді, рахмет шәкірттерге, ұстаздарына мың алғыс. Талмаңыздар, шаршамаңыздар, орындарыңызға баруларыңызға рұқсат. Жақсы шәкірт азамат атанады, қалғынан атанадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайықшы атананы. Атана баланың бас ұстазы дегенде атана мен мұғалім қатар тұрғанда бала өзіне деген қамқорлықты толық сезінеді. Ендеше сөз кезегі құрметті де қадірлі, аяулы, ақ жүректі атаналарымызды 11-ші А сыныбының атанасы Апызова Жаннұрдың аяулы анасы Қалмұратова Свет апамызды, және де 11-ші Б сыныбының атанасы Абдуалиева Айжанның әжесі Күзерова Рай әжемізді, сонымен бірге 9-ші сынып бітірушілері тұр бұнда. Сондағы Амангелдиев Мейірланның алыстан аттерлетіп келген ата әжелерін ақ тілектің алаңына шақырайын, келіңіздер ата-аналар. Ассаламу алейкум, құрметті ұстаздар, міне құрметті шәкірттер. Міне бүгін сіздер 11 жыл мектепті 9 жыл бітіріп, мына өздеріңнің қадамдарын басуға аттанып тұрған екенсіз. Сіздердің қадамдарыңызға нұр бітсін. Тапқан, тұпқан барлық тірліктерің барлығы алға баса берсін. Не жақсылық болатын болса осы әлемде, сол жақсылықтың бәрін сіздерге тілеймін. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті шәкірттерім, кеше ғана мектеп табалдырығын қаз-қаз басып келген шәкірттер, бүгін қияға қанат қаққалы отырсыңдар. Қияға қаққан қанаттарың ешқашан талмасын деп тілеймін. Өмірде не жақсылық болса, соның барлығын болашақ шәкірттерге тілеймін, балаларым. Балалар, ұстаздар, кеше ұстаздар ата-аналарыңнан артық, меніңше, себебі менің өзім 30 жыл осы Өзбекстанда еңбек еткен, Өзбекстанда білім алған, Өзбекстанның адамын өзі. Кеше жақында осы 15 жылдың сарапында Қазақстанның адамы болып отырын балдардың келешегі сол Қазақстаннан жол тартқан екен, сол жаққа кеткен жанның бірімін. Не айтайын? Бұл ұстаздық деген ине мен құдық қазғандай жұмыс. Әрбір ұстаздарың балалықпенен ешқандай білмей, ұстаздар анау, ұстаздар мынау деген балдарға не өкпелеймін. Себебі ұстаздың жұмысы ине мен құдық қазғандай нәрсе. Сол үшін ұстаздарыңды, ата-аналарыңды, мына алтын ұя мектептеріңді ешқашан естен шығармаңдар. Келешегіңнің жемісі осы алтын ұя мектептерің, ұстаздарың, ата-аналарың. Балалықпен істеген балғын мінездеріңді бүгіннен бастап арқаға тастап, алтын мінезге қалай көшулеріңе тілектеспін, балалар. Өмірде бақытты болыңдар, қияға қаққан қанаттарың ешқашан талмасын. Ұстаздар, сендерге айтарым, сендердің де жұмыстарың табысты, жемісті болсын. Мына өсіріп отырған ол қыздарыңның қызығын көріп, әрқашан қуанышта кездесуде нәсіп етсін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, бүгінгі міне соңғы қоңырау мейрамы сіздерге құтты болсын. Жұмыстарыңа табыс, дендерің сау болсын. Қызым Айжан, еткен талабың оң болып, жоғары оқу орындарына түсіп, белгілі бір мамандық иесі болуыңа шын жүректен тілектеспін. Сапарларың сәтті болсын, балдарым. Барлықтарыңызға сәлем бердім. Құрметті ұстаздар менен түлектер, бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Ұстаздарға зор алғыс білдіремін. Түлектерге сапарларың сәтті болсын, қадамдарың құтты болсын. Оқу орнына түсіп, мен деген азамат болып елге оралыңыздар.
Жан Нұржан, талабың оң болсын, қадамың құтты болсын. Не Алладан тілесең, тілегіңнің бәрі орындалсын. Барлық тілектерге тілектеріңіз орындалсын. Сапарларың сәтті болсын. Рахмет, ата-аналарға бір қошемет ұрып қояйық. Ақ баталарыңыз қабыл болсын дейміз. Ал енді кезекті 11-ші Б сыныбының түлектерінің қоштасу әніне береміз. Түлектер жайнайды болып күн, әдемі бәрі қандай. Соғып тұр, жүректер қоңыраудай. Себім алғашқы ұстазы, астық қойдырып бәрі. Шалалығы, балалығы, артада қалалығы. Әуелі тәнсің, әдемі байсың, құстай қалықтайды. Әуелі тәнсің, әдемі байсың, құстай қалықтайды. Қош болыңыздар. Қиялға еріміз, өмірдің сәні құшты. Сөлгемес мектепке келеміз, арқалап сағынышты. Сағынды мектепті сағынды, ақтан тек ақтан құсты. Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан болсын, өсем болсын мерейің. Әрқашан жетіңді Қанатты
Barakallah, qo'shimcha qo'yingizlar ustozlar men 11-chi Bosin ulug'likdan ulkan rahmat. Meniki bizning saltanatli sharamizda Qo'ng'irov so'g'u qurmeti maktabimizning o'zat o'quvchilari oltin medal egari Amangildiyeva Aynurben Nurliboyev Arsenga және de 1-sinf bildirishindері Ali Musayeva Ayim men Turdibekova Nurayga beriladi. Bildirge to'la Omrov Türktер toyын тойлайды, қағылмақ соңғы қоңырау қаққызбай өмір қоймайды. Бәрісін араласын өмір аулың, бәрішін қоштасар да қоңыраумың. Мәнісін ұғасыңдар өткен күннің дауысын, естігенде қоңыраудың. Соғыл, соңғы қоңырау, қошеме тұрайық. Kürsü yükületkenlerini. Koştasada ışkan iyan mektebin, mangdayынан suyup öter köktemin. Sat safarda kol bulgaymiz bärimiz. Tileymiz biz tileklerдің armandarga işetkenen. Ya yavru ustazlar, qımbatlı оқушылар, жазғы демалысты жақсы өткізіп келесі жаңа оқу жылында амандықпен үлкен өмірге 41 тілек жолдама алды. 41 арман, 41 үміт, осынша сеніммен осынша тағдыр. Қанаттарың талмасын жас түлектер, сәт сапар сіздерге. Түлектер, аяулы шәкірттер. Баршаңызға рахмет. Tadbirini o'tkazdik. Bugun bir vaqtda eng oxirgi dars jarayonlari, eng so'nggi tadbirimiz, eng so'nggi kelajak sababi. Shu munosabat bilan o'quvchilarimning barchalariga uzoq umr bosayotgan qadamlarini qutlug' bo'lishini, kelajaklari yorug' bo'lishini, omadlarini chin dildan tilab qolaman. Allohim hamisha qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar boshlarini omon qilsin, tanu jonlarini sog' qilsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalar, barcha ezgu niyatlariga erishishlariga tilaklaman. Shu munosabat bilan barcha ota-onalarni, hurmatli buvijon, atalarimizni ham chin yurakdan tabriklayman. Bunaqa farzandlaringizni qutlug' kunlarini ko'rish hamisha nasib qilsin. Kelganlaringiz uchun barchangizga tashakkur. Endigi so'z navbatini oldin bir mayli desangiz, ota-onalarimizni, o'quvchilarim sizlar
bizlarga chiroyli sovg'alar bo'lgan. Shuni ko'rib qolamiz-da, keyin tilaklar барлығымыз үшін мейрамға үлкен 11 жыл күткен осы балдарды садигінен бастап бірінші сыныпқа беріп барша ата-аналарды мына мұғалім коллективін мектепті осындай ұядан ұшырып жатсыздар. Құттықтаймын. Алла тағала сіздерге ұзақ өмір берсін. Siz endi бұл 11-ші ғасырпен тоқтап қалмайсыздар ғой, қайтадан тағы тәрбиелеп, ендігі 11-ші сыныпты осындай қылып шығарып салу сіздерге нәсіп қылсын. Ал мына ата-аналар осында отқан баршаңызды құттықтаймын. Балдарымыздың өмірге алғашқы қойып атқан қадамы құтты болсын, сәтті болсын. Балдарым енді балалықтың барлығын қойып, ертеңнен бастап үлкен адам сияқты ойланатын болыңдар. Бұл өмір деген өте бір қатты нәрсе. Бұл мынандай көшедегідей тегіс асфальт көп шақты тегіз емес. Бұның шұқанағы болады, асулары болады. Ата-аналарың сендердің маңдайыңнан қандай сипап, сүйіп, әлпештегенмен өмір сендерді сүймейді де, тәрбиелемейді де, өмірді де өздеріңді бейімдеп, өздеріңді тәрбиелейсіңдер. Алла тағала қадамдарыңды құтты қылып, сіздерге сапат тілейміз. Басқа дейміз. Институтқа, университетке түскен хабарларын естіп, сіздер қуаныңыздар, үйде отырып ата-ана біздер қуанайық. Ендігі тәрбие бізден болады. Университетке түсіп, әрбір қадамын қадағалап отырып, өмірге деген алғаш екінші оқу мектебі енді университет, содан кейін қоғамға, мемлекетке қажетін еткен азаматтар болып жетулеріңізге тілектестік. Сәт сапаттар. Қойған мақсаттарына биік белестерден көрініп, өздерінің қойған мамандықтарына, соларына ие болсын, денері сау болсын. Барлық ата-аналарға да осы тілекті тілеймін. Балдарымыздың, немерелеріміздің қызығын көріп, осы немереңіздің жақсы деңгейде жақсы жігіт болып, жақсы қыз болып өсуіне тілектес боласыздар. Балдарымыздың күндері сау болсын, талаптары таудай болсын, дендері сау болсын, шәкірттерге де сәттілік тілеймін, ұстаздарға еңбектеріңіз елене берсін, осы балдарыңыз биіктен көріне берсін. Бір жерлерде жиналу, машиналар менен айдап гулять, кортеж дейді ғой, ондай нәрселер шомылатын жерлерге барып, оның барлығы айтылып жатты. Соның барлығын өзімізде ескертіп кетейін дедік. Ата-аналар өздеріңізге, оқушылар өздеріңде білесіздер. Енді 11 жыл оқыдыңдар. Енді бүгін не болғандар? Минус келтірмеңдер мектебімізге, ұстаздарыңа, бірінші ұстаздарыңа, одан кейін маған минус келіп қалдар. Еш жерге бармаймыз, жиналмаймыз.
барлығы басылғаннан кейін ертең емтихандарың біткеннен кейін июнь айында аттестаттарыңды қолдарыңа алғаннан кейін өздеріңіз банкет жасарсыңдар. Бірақ бүгін ертең 3-4 күн осы неуде айттың уақытында жиналып отырмаңдар. Айтыңыз. Hurmatli o'quvchilar, ota-onalar, assalomu alaykum. Uzr suhbatlarsiz bo'lganimiz uchun. Hozir shunaqa topshiriq bo'ldi bizga. Bugun, ertaga, indin 3 kun har bitta maktabdan shaxsan maktab direktori boshchiligida chiot o'qituvchisi, ma'naviyatchi 3 tadan o'qituvchi reydga chiqiladi degan topshiriq bo'ldi. Sizlarni ogohlantirmoqchi bo'ldik. Tag'in ustoz aytganda qo'lga tushib qolib maktabimizni yuzini yerga qaratmanglar. Kelishdingmi? Shuncha vaqt misqorlab yurgan obro'yingizni to'kib qo'ymanglar. Ota-onalar farzandlaringizni kontrolga olmay iltimoslar. Chunki har bitta huquqbuzarlik ko'z tegmasin jinoyat bizning maktabimizga minus olib keladi. Biz hozir o'sha bo'lmasligini tarafdorimiz. Bolalar xudoga shukr masalamiz. Yaxshi bitkazib maktabni baholar hammasi, отлично, zakon hammasi zo'r. Endi oxiriga kelib turib parod qo'ymaylik iltimoslar. Yigitlar, qizlar kelishdingmi? Vaqtdan o'tib hamma narsani o'ziga keladi. O'tirishdi ham, yig'ilishdi ham hammasi o'ziga keladi. Faqat belgilangan vaqtda biz parod qilmaymiz. Kelishdingmi? Hozir stroga topshiriq bo'ldi shunaqa, reyd tashkil qilinglar. Bolalar yurmasin, istedichini isloq qilsin, avtotransport boshqarmasin degan gap topshiriqlar bo'ldi. Kelishdingmi? Qo'lga tushib qolmanglar. Mayli, rahmat. Ata-onalar uchun, o'qituvchilar uchun quti bo'lsin, har yilda amalda bo'lsin, ata-onalar barchamiz baxtli bo'lsin. Mana postlar pedagogika istagan kollektivlar solar bari charchamangizlar, еңбектеріңіз жемісті болсын. Мына ұядан ұшырап отырған түлектеріңіздің қаламы құтты болсын. Менің де осы перзенттерім осы 9-шы мектепте бітіріп өз орындарын тапқан. Бұл 9-шы мектепте неше түлектер өз орындарын тауып үлкен белестерге жетіп жатыр. Мына түлектер сол кісілердің жолдарын берсін, аман болсын. Тағы да үлкен қуаныштарменен ата-ананы, оқушыларды қуантып жүре берсін. Сәт сапар болсын. Жолдағы ақ болып оқуға түсіп, сонында қуанышына куәгер болып отырмыз. Рахмет. Балапандар сапар жыңдар. Бүгін енді бір жағынан қуаныштығын, бір жағынан қимастықтың болып тұрмын. Мына балалар мектебін қимай атса, ата-аналар балдарын үлкейді деп қимай атыр. Балапандардың жолдарын ашық болсын әрдайым. Өмірде не арман тілектерің болса, кете беріңдер. Сен ғазағым айтқандай өмір сынақтардан тұрады. Сол сынақтардан ақылменен ақылды болып, нелерге төтеп беретін азаматша болып жетілулеріне тілектеспіз. Ата-аналар бәріне де құтты болсын балаларым. Ата-ана, кеш ата-ана дейміз. Сіздерге мектептеріңізге еттен мына алдыз. Ешқандай ата-ана баламыз айырмауыз демейді. Сол ата-анасы дейміз. Біздің өссіз болған ұсатын жаны түсінеді. Мұқайын тегі жұмыс оқуыры мекесі болып, 11 сыныптық көптасыға кеткен оларға сәтті қадам, әрқайсыға қалаған өз мамандық иелері болып, оқу орнына түсіп, келешекте осындай сіздер сияқты маман, өскен кісілер сияқты мамандар болып шықсын барлығы. Мен Амхан Нұрбектің әжесінің немерем болады. Мен тамды тұманнан келіп тұрып ұстаздар, тосашқындардың бала ешқашында жаман болмайды. Ата-ана қандай болса, ұстаздар сондай, содан артықта белгілері айтады. Сол үшін балаларын шашамаңдар, ерінбейден, келешек жастарға ойындар, сендер ойындар келешек. Болашақ өтетін сендер қайын бабаларды айтқан. Келешек ешілердің қолдады. Сондай болып, сендерде бірде ұстайтын маман болып шыққандар. Жоғарғы орындарына түсіп, ерінбейден, шашамаңдар, ата-ананың ұстаздарын айтқан орындайындар. Сонда ешқандай да оны өз ойдарын тауып десіңдер. Сендеріңіз мол сендерге оққа түседі деп ойлаймыз. Келешекте болса, ұяларыңды ұшқан ұмытпаңдар.
ата-ананың қандай сыйласаңдар, ұстаздардың да сондай сыйлаңдар. Екінші аналардың. Барлықтарына сәттілік тілейміз. Мектебін көңілдерінде кім деп айтқанда мақтанатындай болайық та біздер. 9-шы мектепте оқыған, ұстаздарыналар жөнінде жақсы білгендер сендер білмейміз қалдарын. Рахмет. Bayramlar kutlu olsun. Niyet regen tilekleri olsa, осы балдардың орындала берсін. Міне Серғазы ағам айтып өтті ama сәттілік балдарға. Жоғарғы оқу орындарына түсіп, ұяларына тілектеспіз. Мына ұстаздарға рахмет. Ұстаздар, мектеп коллективі, педагогтар коллективі, біздерде осы балдар сияқты жас түлекте балдардың бәрі. Кейін мектепте көп кемшілік болады. Бүгін енді кіріп жатсыздар. Мектепке келген бала көп болады да, шығатын бала аз болады. Сендер сол күнге жеттіңдер, бақытты болыңдар. Келешекте осы өздерінің аңсағаларға барға жетіңдер. Бір кісі айтқан екен, 2 оқитын баланың 2 үйі бар депті. 3 оқыған баланың 2 үйі мәшін бар депті. 5 оқыған баланың депті, кейбір 5 оқыған балдар болады, ештеңе болмайды. Кәлбасы болады депті. Әшкісі болады көзінде. Айлығы болады депті. Ізінде бір көкірек нишаны болады депті ақырында. Басқа ештеңе сондай кейбір, бірақ сіздер сондай ойламаңыздар. Бұна мен балам пәс оқытты, мен балам орта оқытты, мен балам ала оқытты деген. Сіздер бәрі мына жерде бұл мектепте сіздерге беріп жатқан аттестат деп сіздер бәрі мына жерде 11 жылда ішіп алды білімнің бәрін деген сөз емес. Бұл сіздерге фундаментті беріп, келешекте үлкен оқудан көресіздер. Бірақ мына жерде қазір жіберген бірінші ата-аналарға рахмет. Ата-аналар сіздерді бірінші ұстазға шейін жеткізетін ата-ана. Сендер барлық нәрсені жақсы. Бір өлең бар. Адамға ең керегі білім деген, білімсіз ол қатарға ілім деген дейді. Ойлама білім алсаң қорбанында тұрғанда осы заман білім деген дейді. Біз секеңдердің замандарында да өте қиын болған оқу. Үлкен кісілердің, бұрынғы кісілерде. Бір біздерде бірінші класста оқыған Палау апай деген кісі айтады, дарақтың несіне ол кісі деген педучилище бітірген, бірақ университет бітірген адамнан күшті сауатты адам еді. Әлбебайды оқытқан адам сол адам. Палау апай, мені де оқытқан сол. Класс ұрғымыз ба? Әлі сол кісінің нелерін ұмытпаймын, ұстаздар. Мен мына 4-ші мектепте оқыдым, Шоқан Уәлиханов оқыдым. Осы жерде класстас деген мынау неде бір қазір біздерге 36 жыл жаңағы қызым жылағандай мен де бір жылағам. Тамдының жігіттерінің өлең шығаратын бар, бір өлең бар, ол кітапқа жазылмаған өлең, соны күндізде айтып жылап еді. Қалайша тараймыз деген. Осында бір болған кісілер, жас түлектер, мектепте жүргенде достарымен асырсап ойнадық, қалай біз жиналған бар болар, қалайша тараймыз деп. Соны айтып жылап еді біздер. Міне, көрдіңіздер ме, бір-бірін көрсе, Тағаш деген, Ағамұрат деген кісілер ағайымыз бар еді, көндейді, қиын биолог. Бір-бірімен қырласында, ертең бойын жазып бітіргеннен кейін біреуін Қараққа, біреуін әр жаққа кетесіңдер. Енді бұлайынша енді қазір байлап айтырмын, ол кісі біреуін Қараққа, біреуін Араққа кетесіңдер дейді, бір-бірін таппайды. Біздер қазір осы жерде 3 мектепте оқыған болса, 3 мектепте оқыған Ерхан деген жігіттер авангардта. Екеуміз-ақ сол 3 мектепте қалған осы жерде. Қалғанның бәрі Қазақстанда жан-жақта қай кімнің қай жерде екенін білмейміз. Сіздерде лайым өздерінің бір-бірінде көріңдер, қазір сіздерде возможность көп, инновация дейді, сіздердің нелеріңізде көп, біздердің кезімізде сиямен де жаздық, кейінгі осы кісілердің кезінде біздер сиямен. Көршкеніңде өз жетіспейді. Бірақ сіздерде деген төгіс ашу болды. Басымыздан президентіміз аман болсын, жастар келе жатыр, жастардың қолында деді. Президент және бір нәрсені постоянно айтады, сіздер байқасаңыздар. Күреске таяр адам ғалаба қазанады дейді. Күреске таяр деген только ұрыссын, соғысын деп отқан жоқ. Күреске таяр деген біліммен не қылсаңыздар күрес, білімде күрес.
мұғалімімізді мына таласып оқиды, институтта сондай, сол адамның миінде қалады. Бірақ мұғалімнің басты ұстазды өте құрметті ұстаз, әмір-темір қаншер болған деп біреулер айтады, қаншер ол кісі деген сондай жарты дүниені билеген алған адам. Сол кісі 3 мәрте аттан түседі екен. Бірінші, жерде нанның ұсағы жатса, аттан түсіп алады екен. Екінші, мазардың қасынан өтсе, аттан түсіп, мазардан өткеннен кейін аттан өтеді. Қазір біздер мәшінемен газдеп барып, газды қайтармай өтіп кетеді, мәшінемен түспек деген. Үшінші, өзің оқытқан ұстазын көрсе аттан түсіп, ұстаз деген өте неге дегенде бізге жоқ, мені үйретеді, соған не қылады ұстаз деген. Біздерде қазір ұстаз өзімізді оқытқан ұстаздар аз қалды. Институтқа барғанда бір 2-3 мұғалімдер көбісі өтіп кетті бейшаралар. Ол адамдардан деген алтын нәрселер қалды. Сез деген ағайымыз бар еді, керемет адам еді, профессионализм несі бар еді. Ұқтап отқан баланы қоятын өзіне қаратады еді, ол кісінің несі. Күлдіріп, үйретеді, миыңде қалатын қалып. Сол кісі айтады еді, олардың бәрі мұрны боғы, осылай пітіріп атқанда, мұрнынан боғы ағып келеді, столға түсіп отырса бол, біздер ана береміз таудан жібетіп шығарамыз дейді. Ұстаз деген, 40 жыл не қылсаң да 45 минуттық сабаққа дайында ұстаздар сіздерге шаршайды. Сіздерге әр жыл өтіп келмей, соған дайындалып келіп шаршайды сіздерге. Сіздерге бірдеңе үйретемін, не қылам деп. Келешекте енді мына алдарыңдағы сіздерге енді қай жерге оқиын десін, сіздерге басылушы көп. Қай недек, бірақ осы халықтарына, елдеріне, осы білімдеріңді жұмсаңдар, күш қайраттарың не қылмасын. Бірден өмірдің, міне кеше 1-ші класс едіңдер, кеше туылған едіңдер, 1-ші класс болып жатыр, 1-ші класстан 11-ші класстан көптіріп атсыңдар. Құрмағамды дестемеді кеңісі Ахун. Сол кісі айтқан екен Қызылордалық. Өмір жел сияқты адамзаттың қызығы түс сияқты көңіл жаттың 100 жылдық ешін шыра түсірген дәуір болмайды шамасындай 1 сағаттың. 1 сағатқа не қылмайды тағы бүгін бітіріп алсыңдар ма, ертең күн еңгейді елі. Кеше біздерде бітіріп жатыр, бүгін уже 53-ге келіппіз, күн еңгейді уже. Шамалы күннен кейін 7 жылдан кейін уже 60 біздерге. Сосын айтқан 90 жасқа шейінген нені бөлген екен. 10 жас не депті? Бағлан қозы депті. Бағлан қозы ата-анамен ортада жүретін баланың жүгіріп жүрген тілі тәтті кезде 10 жасы. Сол 10 жасының ішінде 1-ші классқа барасың. 7-ге шейін жерде дәрежеде құлайды, не қылады. 20 жаста қасқыр, енді бір 2 жылдан қасқыр боласыңдар. Кәдімгі қасқыр деген ешкімге тайсалмайды да, ешкімнен күші де қайтпаған, ол ешкімге бойсұнбайды да. 30 жаста жолбарыс депті адам. Жолбарыстай қайратты, арыстанда айбатты, жолбарыстай қайратты не бар? Арыстанда айбат болады да, қайратты жолбарыстай болады. 30-да орда болсан, 40-да қырасы өзімді сосын айтқан. 40-да осы шамалы күн еңгейді. Өздері 40-да шамалы қайтады, бұрынғы баяғы 30-да күш қайтады, байқайсыздар. Сол кезде арыстан болады, біреудің тартып алын қырап, біреудің несінен пайдалан қырап, сонда баяғыдай өзінде күші. 50-де түлкі дейді. 50-де түлкі дегенде мына 50 жасқа шейін сіздер кемшілікті бәрі жаңағы Секең айтқандай өмір деген бұл көкпары жаңағы не қиындығы көп, жаңағы асулары көп деді ғой, соның бәріне шыда. Бұл өмірді шығарған шыдағанға деген. Шыдаған адам жасай, шыда. Басқатты ма, басқатты деген. Сол бас, сол шыдаса, сол бас соған төссеңіздер өмір жасайсыздар. 60-та 60 құлаш арқан деген, осы 60-та уже пенсияға шығады, 60 құлаш арқан. Әле жерге баратта қайтып Секең қазір жібергеніңізбен бұрын кетіп қаламызда қайтты аман-аман шамалдан қайтып келеді, әле жерге барып қайтып келеді. 70-те шидер тұсау дейді, 70-те шидер тұсау, оны 60 құлаш арқан қылмасаң да, өзі әле жерге тастасаң, жерде тұрады ол. Азанда барсаң да, түсте барсаң да, ертеңіне барсаң да. 80-де сүйелі өпкен ет дейді. 90-да 90 сүйек деген. Сонымен өмір бітеді, бір адамның өмірі. Көп сөйлеп кеткен болсам кешіресіздер. Мен жесем Мұстафа деген кісі болады. Мұстафа деген кісі. Бұл бір
Ке төлеп көр. Сонда десең бұл бір. Үштен қайтатын еді ғой енді сен көңілің болды. Екі мен үш бар. Сіздерге сәт сапар. Мына ұстаздар несіне педагогтар коллективіне мына 3 бала осы мектепте. Екеуі алдын ана мектепте мына мектепке көшіп келгені руководитель бітіріп жатыр. Бұл мектеп өте ұлы мектеп. Құрметті тағылы. Осы сіздер осы ұстаздардың берген несін енді келешекке менің жұмсаңыздар. Кейін сол оқуларды бітіріп келіп халыққа өздерін ерхан білім алған орналарына тәуелсіз туымыздың астында өскен балдарсыздар. Осы тәуелсіздік туымызды әрі жалғастырып келешек жастардың қолында сіздердің қолында. Aytayotgan so'zlarim. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni. O'tar qancha inson yaxshi yomoni, mehr qolib, muhabbat qolib. Insonda nima qoladi? Yaxshilik qoladi. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat qoladi. Mehr muhabbat qoladi. So'z navbatida 1-sinf ustozlarimizni ishlarini davom ettirib, boshlang'ich sinfni tugatib bergan abilaringiz aziz ustozimiz Satimaga beramiz. 1-sinfda da bitirib qoldi. Kеше ғана кішкентай ғана балдар еді, енді көпшілігі басқа мектептен келген балдар бар. Мен апай Қазақстанға кеткеннен кейін мен алып қалып бітірдім, өзімнің балам да бар ішінде, танымайтын ата-аналар да бар. Осы ең бірінші сіздердің жаңағы айтылған ақ тілектеріңізге қосылармын, барлығы дұрыс. Енді осы балдар өмірге қадам басып жатыр ғой. Сол баспалдақтардан сүрінбей өтуіне тілектеспін. Барлықтарына мен сенемін, үлкен оқу орындарына түседі деп. Және сіздерді, ата-аналарды, біздерді қуантып жүре береді деп сенемін. Барлықтарда жақсы оқушы болды. Енді келешекте үлкен маман иесі болсын деп тілеймін да. Сол сіздердің айтылар тілектеріңізге қосыламын. Ақ жол. Сіздің осындай кемелденгенін көріп, есейгенін көріп, қуанышқа толып жатыр екен көңілдеріңіз. Мынау қимастық сезіммен бүгін үлкен өмірге, болашаққа бағдар алып, ұстаздардың салып берген сара жолмен, дара жолмен ұшып жатқан түлектерге, шәкірттерге қанаттарыңыз талмасын дейміз. Әрдайым осылай мектептің абыройын асқақтатып, жоғарғы оқу орындарына тезірек түсіп, студент атанып, сіздерді сүйінші, қуаныш жаңалықпен қуанта берсін. Әрқашан көз қуаныштарыңыз болып, сенімдеріңізді ақтасын, Алла ақ жолдарын берсін. Осындағы алғашқы ұстазы Гүлнұр апай, сізге де үлкен рахмет. Енді бұл сыныпты бастауыштан бері білем, өзім кезінде музыкадан да сабақ бердім бұларға. Өте өнерлі класс, сондықтан да көз алдымызда өсті. Шәкірттер алға самғай беріңдер. Жақсы қоғамда өздерінің орындарын табатын азамат пен азаматша болатындарына біз кәміл сенеміз, сеніпті келгенбіз. Сол айтарым. Баршаңыз құтты болсын. Сүйікті шәкірттеріміз, сіздерді қимай қоштасамыз, олар жоқ. Алып қалуға 12-ші класс келгеннің өзі жоқ. Қанаттарың талмасын, дендерің сау болсын, көретін қызықтарың көп болсын, шығатын тауларың биік болсын. Әрқашанда сендермен мақтанамыз. Осы мектептің бітірушісі деп осындай мақтанышқа лайықты болып жүре беріңдер. Сәттілік тілеймін. Қанаттарын талмасын, ұзақ ұзақтарға ұшыңдар. Міне, және бір оқу жылын артаға тастап, және бір оқушыларымызды қанат қақтырып ұшырып жіберіп. 3 жылдай класс жетекші болдым. Бірге әйтеуір жақсы күндерді де, жаман мезгілдерді де өткіздік.
жинастық болады бәрібір, өзіміздің баламыздай болады. Себебі күнделікті уақытымызды тең жарым осы балдар мектебіне болып, өзімнің жанұя жағдайыма байланысты бұл класс тапсыруға тура келді. Әйтпесе мен тапсырамын деген ойда болған жоқ едім. Себебі өзіме ең жақын тапқан, өзіме сондай бір сырласдар, сондай жақын осындай болған балдармен бірге жұмыс істестім. Ата-аналар сіздерге рахмет, осындай балдар тәрбиелеп, өсіріп жетілдіріп жатқандарыңызға. Осы балдарыңыздың тек қана қызығын көріңіздер да, ешқашан осылардың жамандығын көрмеңіздер, әрқашан биіктерден көріңіздер. Үлкен оқу орындарына түсіп, мектептің ата-аналарының жүздерін жарық қылатын үлкен азамат болыңдар да. Әрбір күндерің шуақты күнге, қуанышты күнге толы болсын. Сол ата-аналар сіздерге де рахмет. Осы балдардың қатарынан кең болмай, барлық айтқандарына көніп, осы мектептің талаптарына көніп, осыларды жетілдіріп жатқандарыңызға сол алғыс айтамын. Текке биіктерден көрінсін да осы оқушыларымыз.